Ассалаумағалейкум, футбол сүйер жанкүйер. Бүгін бізде қарапайым талдау, бұл алғашқы жаңа бір леп десек болатын шығар. Және біз осы қарапайым талдауда жекелеген спортшыларға қатысты дүниелерді шығаратын боламыз. Мәселен, енді бүгін алғашқы рет Дастан Сатпаевтың осал тұсы мен енді мықты тұсын бірге салыстырып көрейік. Осал тұсына не жетпейді, қандай кем-кетіктер бар, қанша дегенмен де Челсиға ол футболшы келесі жылы дайын болып бару керек. Және енді соның барлығын осы жерде аналитикалық талдауды қоса отыра сараптап айтатын боламыз. Менің жанымда сарапшы Нұркен Мырзағалиев. Достар, біздің алғашқы жобамызда Дастанның ойынын талдаймыз. Дастан қандай футбол ойнайды деген сұраққа жауап береміз. Ернұр, сен Дастан дегенде сенде қандай ассоциация болады, қандай дүние ойға келеді? Енді Дастан деген кезде менде Қайраттың жейдесінде 9-шы нөмірлі алаңда жасындай жарқылдап жүрген жұлдыз футболшы есіме түседі бірден. Өйткені қаншама енді ойынын көріп келе жатырмыз, Астана аренада Ақтөбедегі жанкүйерлердің енді қолдауларынан кейін, тіпті қол шапалақтап ризашылығын білдірген көрермендерден кейін, енді шынында да бір қатты бір маған өтетін жұлдыз ол ойыншы. Ал мен Дастан Сатпаев дегенде бірінші кезекте аналитикалық тұрғыда қарайтын болсақ, жылдамдық, бос кеңістікті пайдалану және дисциплина деген осы үш качество дейді ғой, жаңа сапасы неге маған ойға келеді. Ең алдымен еден бастаймыз. Біріншіден Дастан Сатпаевты біздер шабуылшы деп айтып үйреніп қалғанбыз. Негізінде Дастанның бір нақты бір позицияға байланып қалған реті жоқ. Ол деген шабуылда әртүрлі жерде ойнай көрсете алады. Не вингер бола алады, не қапталдағы шабуылшы бола алады, не алдыңғы шептегі шабуылшы бола алады, неге болмаса екінші қарқынмен жұмыс жасайтын шабуылшы болады. Және де оның ойын стилі қазір сіздің алдарыңызда Хадл компаниясының арнайы ұсынған тепловая карта дейді ғой. Дастан Сатпаев допты көбірек қай жерде қабылдайды, доппен көбірек алаңның қай жерінде кездеседі. Сол экран алдарыңызда шығып отыр. Көріп отқаныңыздай көбінесе Дастан айып алаңның сыртынан допты іздейді. Ол Дастанның ойын стиліне байланысты, ол Қайраттың ойын стиліне байланысты. Себебі Қайраттың академиясы, ол біз бәріміз білеміз, ол Лейпцигтің ойын стилін қабылдайды. Ал Лейпцигтің ойын стилі ол деген переходной фаза дейді ғой, ауыспалы фазада допты тартып алып және қарымта шабуыл жасау. Сол себепті мына экранның алдында көріп отқан зоналарда көбінесе Қайраттың ойыншылары допты қабылдайды, сол жерде де Дастан да қабылдайды. Демек, Дастан осы позицияларда өзін еркін жақсы сезінеді және осы позициялардан шабуылдай да алады. Және соққылар жасай береді. Соққылар жасайды, шабуылды өрбіте де алады. Негізіне осы соңғы ойында Македония, солтүстік Македониямен болған ойында да көрген болсам, Дастан көбінесе артқа қарай ығысып, айып алаңның сыртынан допты қабылдағанды жөн көреді. Сол себепті оны нақты бір позицияға байлаудың қажеті жоқ. Ол шабуыл шебінің барлық позициясында өнер көрсете алатын сондай бір керемет универсал ойыншы, әмбебап ойыншы. Және де бірден көп ұзамай видео көшейік. Менде бір кішігірім талдау бар. Дастан Сатпаевтың Қайраттың ойынында, Қайраттың шабуылына тигізетін әсері және қандай функциялары бар. Дастан Сатпаев андай, тағы да айтып өтем, ол орталық шабуылшы емес, допты үнемі күтіп тұратын айып алаңында. Ол қарсылас команданың қорғаныс және жартылай қорғаныс сызығының ортасына ауысып, сол жерден доп іздейді. Және де сол жерде Рафаэль Оразбахтиннің сұрауы бойынша, мен түсінгенім бойынша, сол жерден бос кеңістік іздеп, сол жерден шабуылды өрбіткенді жақсы көреді. Мысалға, мына видеоны қосып қарайық. Мысалға, Қайрат өзінің шабуылын дайындап жатыр, Ошбекке қарсы, қорғаушылар кімді іздейді? Дастанды іздейді. Дастан шамалы қарай, артқа қарай ығысып, қазір экранда көріп отқаныңыздай, бірден комбинациялық футбол ойнауға тырысады. Допты қазір қабылдап, ол қасында тұрған адамға береді де бірден ашылады, қараң. Бірден айып алаңын ашылады. Дастанның ойын стилі осы. Яғни ол айып алаңның ішінде допты күтіп тұрмайды. Қашан келеді маған доп соққы жасайын деп. Мынада да мен қарап тағы бір комбинация. Бұл жерде енді оң жақтағы полуфланг дейміз, сол жаққа қарай ығысып тұр. Сол оң жақтағы полуфлангтан допты қабылдап, мына жерде Громыкаға береді. Громыка ары қарай шабуылды басқа жаққа өрбітеді, бірақ Дастан ойыннан сөніп қалмай ары қарай шабуылды қолдап тұрады.
осындай Дастанның жаңағы қайраттың позициондық шабуылдарында осындай Дастанның функциялары бар. Оның арасында Дастан көрсетіп тұрады. Сонымен қатар Дастан тек қана соқ жасап қоймай, яғни ол командаға қара жұмыс атқаруға, шабуылды жасақтауға, шабуылды өрбітуге үлкен үлес қосады. Және енді бекерден бекер Али Алиевті айтқан жоқ қой, мен журналистер қойды ғой баспасөз мәслихатының алдында, жалпы Дастанды неге жастар құрамасына жібердіңіз дегенді айтты ғой. Ол жаттығуды, ол жалпы жарақатты жаттығуды да алып қалуы мүмкін. Дастанға көбірек ойнау керек, маған көп ойнаған қажет деді. Сол себепті қандай дегенде енді жас футболшы болса да шетелден енді ямалдардың енді 16-17 жаста сондай деңгейде ойнап жатқаннан кейін бізге де қорықпау керек шығар. Шығара беру керек деген секілді. Дастан уникум ғой, талант. Менің ойымша оның жаңағы психологиялық тұрғыда да көрсетті, осындай деңгейде ойнауға дайын екен. Солтүстік Македониямен андай қиын ойында ұтылып жатқан кезде шығып. Бірақ сол кезде негізі екінші таймның ең басында шығарса қалай болар еді? Оған сәл уақыты жетпей қалған сияқты. Бұл жерде ойыннан кейін әртүрлі гипотеза айтуға болады ғой. Былай болса қалай болатын еді, былай шығарса қалай ететін еді. Енді Али Алиев бабын жақсы білген шығар. Енді Али Алиевке сенейік бұл жерде соның жаңағы бапкерлік қасиеттеріне. Сол себепті мүмкін сол жерде қазір сен ондай сұрақ қоймас едің, егер де Дастан гол салған кезде сен ондай сұрақ қоймас едің. Сен айтатын дәл дұрыс шығарды, сол жерде шығарған дұрыс болды деп айтатын едің. Негізінде енді ұлттық құрамада бірінші минуттан 90 минут ойнау әлі оған ерте, қиындау. Ол әлі жастар, мен пікірім, ол әлі жастар құрамасында ойнап, ет жинап деген сияқты, тәжірибе жинап деген содан кейін барып ұлттық құраманың үздіктерінің, ұлттық құраманың көшбасшыларының біріне айналуы тиіс деген менде пікір қалыптасқан. Ендеше келесі қасиеті маған қатты ұнайтын. Бұл Дастанның дриблингі, және Дастанның дриблингі өте қарапайым дриблинг. Өте қарапайым, ол да андай аса бір Зидан финт жасап, Неймардың финттары, Зиданның финттары ештеңе жоқ. Оның дриблингі қарапайым, яғни маятник сияқты қорғаушы жақындаған кезде оңға, солға қозғалу. Месси сияқты ғой? Теңселу, қимылдау, жылдам қимылдау, және де қарсыласты противоход дейді ғой. Сондайды көп ұстайды да. Мысалы мында дайындаған роликтерімізді көрсетейік. Соған қатысты мысалы мына Ордабасымен ойында міне Мудрикқа қарсы Молдова құрамасының ойыншысы соған қарсы қандай не істейді. Және де бір қызығы бұл жерде ол қарсыласты шайқап ары қарай не істейді ол? Топты лақтырады, жылдамдығына сеніп қашып кетеді. Ода андай жоқ, жаңағы пяткімен ойнап, біреудің ауынан өткізу деген сияқты өте қарапайым. Және міне жеңіспен қараңыздар. Болған ойын Қайраттың, біріншіден незін Дастан қорғаушылардан алшақ тұр. Ол жақын тұрмайды қорғаушыларға. Себебі допты қабылдаған кезде қасында ешкім болмау үшін міне көрсетіп көрсетіп. Бос кеңістік сәл болу керек. Бос кеңістік іздеп, соны бұл да бір белгісі, шеберліктің белгісі. Және допты қабылдағанда қараңыздар, бір Гасанимен алға қарай не істеп алады да өзіне, сосын қашып кетуге тырысады жылдамдығына сеніп. Бұл да Дастанның бір қасиеті, ол бір Гасанимен өзіне допты ыңғайлы жағына дұрыстап ала алады. Бұл да шеберлік. Бізде Қазақстан шабуылшыларына жетіспейтін қасиет қой. Көбісіне жетіспейтін шеберлік. Бұл жерде де қараңыздар, пас бергеннен кейін бірден ашылуға тырысты. Мынау ең керемет эпизодтардың бірі осы чемпионаттағы Оқжетпек. Бала алдап жүр. Шайқап жүр, Оқжетпектің защитниктен кәдімгідей шайқап жүр. Және де мен айтқан жаңағы дриблингтің түрі. Дәл осы. Ешқандай ерекшелігі жоқ, қарапайым дриблинг, ешқандай ерекшелігі жоқ. Оң жаққа теңселіп, маятник сияқты қорғаушының өтіп кеткенін күтіп, қорғаушы оң жаққа қозғалса, ол сол жаққа қозғалса, сол жаққа қорғаушы қозғалса, ол өзі оң жаққа қарай кетеді деген сияқты сондай бір құйтырқы әрекеттері. Бұл да бір керемет көрсеткіштердің бірі. Дастанның дриблі қандай десе, осы видеоны қайта-қайта қосып көрсетуге болады. Міндетті түрде болады. Сонымен қатар дриблингтен бөлек сенде бар ақпарат айта өтсең. Және енді жалпы Дастанның енді оң қасиеттері өте көп қой, соның ішінде шабуылдағы жекпе-жегін тағы да бір қоса кетейік. Жалпы дәл қазір Қазақстан премьер-лигасында шабуылдағы жекпе-жек бойынша бірінші орында ол Шахбоз Умаров тұр екен, Тұран командасының ойыншысы. Ал Дастан бұл тізімде 6-шы сатыға жайғасқан. Жалпы әрбір шабуылда, әрбір ойында кем дегенде 14 рет жалпы допты тартып алып, шабуылда командаластарына пас береді, немесе шабуылдарға өрбіте алады. Бұл да енді өте үлкен бір қасиетті бағалауға болады. Өйткені бұнда футболда айтады ғой, көрінбейтін дүниелер өте көп. Оны біздің аналитикалық талдауда мінекей Нұркен ағамыз бүгін алғаш рет айтып жатыр.
Бұл да 17 жастағы шабуылшы үшін үздік алтылыққа кіру ол жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Бұл жерде жаңа осал тұсы бар, оны кейін айтып өтеміз. Осал тұсына қатысты жекпе-жектерге қатысу, жекпе-жектерде жеңіске жету деген тақырыпқа оны кейін айтып өтеміз. Және де мына жерде тағы да бір көрсетіп өтейін, Дастан Сатпаевтың жылдамдығы туралы айттық қой біздер. Мына видеоны қарашы, Атырауға қарсы осы чемпионаттың басындағы ойындардың бірі Дастанның дистанционный скорость дейді ғой, орысшалап айтқанда. 160-пен зу етіп өтіп кетеді. Бұл да ол керемет қасиет. Осы қасиеттің арқасында ол деген әлі талай белгістерді бағындырады. Себебі бұл қазіргі таңдағы футболда, қазіргі заманда жылдамдық деген өте керек, өте керемет. Футболдың сұрап тұрғаны жылдамдық. Әсіресе ол қазақ футболының. Әсіресе Дастан ауысқан ағылшын чемпионатына керек зат. Ағылшын премьер лигасы жылдамдықтан тұрады. Өте жылдам чемпионат. Және де осы эпизодта Дастан жылдамдығы қандай десе, мына видеоны көрсетуге болады. Енді голдарына бір назар аударайық, содан кейін жылдамдық демекші, бұл жерде енді бір ерекше бір тағы да бір ақпарат бар. Хадл компаниясы ұсынған. Жалпы ешқай жерде бұл ақпарат негізі шыққан жоқ, жарық көрген жоқ. Бүгін енді эксклюзивті ақпарат деп айтайын. Жалпы спринт жасау қашықтығы бойынша Дастан Сатпаев дәл қазір Қазақстан премьер лигасында 3-ші орында. Енді әрбір ойында енді өзінің қарқынын қосқан Дастан әзірге үздік үштікте. Енді маусым аяғына дейін енді бірінші орынға шыға алса таңғалмаймыз, Әзірше бірінші орында Елхан Астанов тұр екен. Жалпы 480 км/сағат жылдамдықпен жалпы қашықтық жасаған ғой енді спринт жылдамдық бойынша. Және бір ерекше тағы да бір айтатындығы, екіншісі ол максималды жылдамдық. Енді өтті қатты жүгіру бойынша енді Дастан қазір үздік екілікте. 16 жастағы бала үшін енді бұл керемет, 34 км/сағатпен максималды жылдамдық жүгіріп өту, ол жеңіл атлетикадағы спортшылардың кейбірінің қолына келмейді деп ойлаймын. Әрине. Және де бұл ақпараттардың бізге Хадл компаниясы ұсынды. Яғни Хадл компаниясы ол Қазақстан чемпионатының ресми серіктесі. Бұл ақпарат не үшін маңызды? Осы ақпараттарды көбінесе еуропалық скауттар қараған кезде бірінші кезекте осы сандарға назар аударады. Максималды жылдамдық, сен айтып өткенде Дастан екінші орында 34 км/сағат жүгіреді. Және де спринт жасау дистанциясы. Бұл дегеніміз, яғни Дастан спринтті көп жасайды, және де сол көрсеткіш бойынша үштікке кіріп тұр. Бұл керемет көрсеткіш деп ойлаймын 16 жастағы бала үшін. Осы сандар өте маңызды негізінде. Әсіресе жаңағы Еуропадан қарап отқан скауттар үшін, Челсидің скауттары үшін өте керекті ақпарат. Демек, Дастан Челсиға 18 жасына толып Челсиға ауысқан кезде бұл ақпаратқа да бапкерлік штаб қарайды мұқият. Әрине, міндетті түрде қарайды ғой енді. Енді соңғысы, мен бәрімізге қандай Дастан голдарды қалай соғады деген тақырыпқа бір видео өтіп кетейік. Дастанның мына видеосын қараңыздар, голын қараңыздар. Бұл Ұлытауға қарсы голы, және де бұл жерде Дастанның ашылуын қараңыздар. Және шабуылға ықпал етуі, яғни доп ұстамаса да бос кеңістік ашып берді Жоржиньо қазір бір пас асырады, жетпейді, екінші пас асырады, заря жеріп қояды, доп Дастанға жетеді. Дастан мүлде ешқандай қобалжымастан осындай голдарды Қазақстан чемпионатында күнде соғып жүргендей оп-оңай гол соғады. Тағы да бір голы, бұнда енді қайтадан жылдамдығын көрсетеді, және де тайминг дейді ол футболда, уақытылы ашылу. Бұл да Дастанның керемет қасиет. Қара, Ернұр. Доли секунд маңызды бұл жерде. Доптың қиыс кеткенін көріп қалып, бірден ашылып, зонаға допты алып, және де айбалаңына кірген кезде шамалған уақыт болды, ол сол шамал уақыттың ішінде шешім қабылдады. Мынау да керемет голы. Бұл Атырауда чемпионаттың басына соғылған голдары. Жылдамдығын екі қорғаушыдан қашып кетіп, қақпашымен бетке шығып, қатты жақындамай, бірақ онымен гол салу, бұл да бір шеберлік. Білмеймін, бір премьер лигада 10 жыл өмір сүріп жүрген шабуылшылар сияқты. Мына гол енді чемпионаттың үздік голдарының бірі. Ақтөбенің жанкүйерлері қазір енді шынында да қайта-қайта көре бергісі келеді. Ақтөбенің жанкүйерлері көздерін жауып қойыңдар қазір. Ол керемет гол. Бұл гол несімен керемет? Тек қана соққысымен емес, тек қана қабылдаған шешімі емес. Қиын жағдайда бірде-бір ойнап тұрған кезде ойынның соңғы минуттары өз-өзіне жаңа ответственность дейді ғой, жауапкершілік алып, осындай соққы бағыттау, бұл
екінің біріне бұйырмаған қасиет негізінде. және осы голдан американдық блогерлер болады ғой, видеоны қосып қояды да вау деп ше реакция көрсетіп соған бір берсе болатын сияқты, солай бір футболды түсіріп жүрген жігіттерге өте керемет. Өте керемет гол. Білмеймін, мына голды Челсидің нелері жаңағы башылар қарап отырып бостан берген жоқпыз ау деп ақша деп ойлап отқан шығар негізінде. Далаға кеткен жоқ ау. Иә. Ал енді осал тұстарына келетін болсақ, Дастанның міндетті түрде осал тұстары бар. Енді ол өтірік емес, ол 17 жастағы бала үшін ол нормальды дүние. Ол әлі қалыптасу кезеңінде ғой негізі. Ол әлі өстім, толдым деген жоқ. Негізі әлі қалыптасу кезеңінде келе жатыр. Сол себепті осал тұстарында енді батырып айту керек қой. Иә, ол үшін жұмыс жасау керек. Әрине Дастан ол жағынан оның ешқандай мәселе жоқ. Жұмыс жасау жағынан ол дамиды. Бірақ қазіргі таңда менің бірінші байқағаным, ол жаңа универсалды шабуылшы дейді ғой, алаңда барлығын жасай алатын шабуылшы болу үшін оған айып алаңның ішінде қысым көрсеткен кезде допты қабылдап, сол жерде шешім қабылдап үйрену керек. Дастанның қазір үздік моменттерін ашып қойып ютубтан қарайтын болсаңыздар, Дастанның айып алаңның ішіндегі мүмкіндіктер аз. Неге? Себебі ол жаққа көп кіре бермейді. Яғни ол жағынан оған әлі тәжірибе жинау керек, әлі шеберлігін шыңдау керек деген сияқты. Яғни қасында әдетте қалай болады, Қазақстан чемпионатында бір шабуылшы тұрады, қасында 3 қорғаушы тұрады. Сондай жағдайда сен деген сытылып өтіп, бір аяғыңды қойып қоясың ба, басыңды қойып қоясың ба, әлде көтеніңді қойып қоясың ба, жерде тос соғады ғой, шабуылшылар бар ғой. Сен де Дастанда сондайға айналу керек қой негізінде. Денеңнің кез келген жерін қойып, бірақ жаңағы касаниемен шабуылды аяқтайтын сондай қасиетке жету керек, себебі бұл да керек қасиет. Қазақстан осыны үйренсе, одан да мықты футболшы болады. Екінші жағынан Дастанның осы айып алаңына жақындаған сәтте жаңағы спиной к воротам дейді орысшалап айтқанда, және арқамен қарсылас команданың қақпасына ойнау, яғни ол допты қабылдап, допты сақтау, жерге түсіру, және де оңға солға допты жылжыту, осы қасиетте де қосу керек. Осы жағынан да ол қатты көп ойнай бермейді, ондай көп эпизодтар болмайды деген ғой чемпионатта негізінде. Әсіресе қысым көрсеткен кезде, артынан бір 2 метр защитник итеріп тұрған кезде ондай эпизодтарды Дастанда көре бермейсің, себебі ондай эпизодтарға дайын емес. Осы екі қасиетін шыңдаса, қосса, ол топтың тобына айналады. Мықты футболшы. Сосын ана бір өткенде Қазақстан мен Андорра ойыны болды ғой. Сол кезде көбінесе Дастан енді орталыққа кіріп барады. Енді бізде орталық шабуылшылардан бір ұзын бойлы шабуылшылар болмады да. Сол себепті Дастан көбінесе орталыққа өзі барып, әуедегі доптарға жетіп, баспен ұрып жүрді. Бір-екі рет ұрды. Бірақ қақпадан біреуі қиыс кетті. Тағы біреуі аса бір сәтті бола қойған жоқ, қақпашы ұстап алды. Сол кезде қарағанда атлет дейді ғой, мысалға топқа көтерілген кезде бір әлі де бір ыңғайлы көтеріліп бір дайындайды ғой матчтың алдында да. Оливье Жиру секілді баяғыда мысалға Ағылшын премьер лигасында баспен доп ұратындар көп қой, мысалы сондай шабуылшылар. Сол секілді бір кішкене әуедегі доп кезінде гол соғатын сәтте айып алаңында бір көбірек дайындалу керек секілді. Ол да бір үлкен пайдасын береді ғой мәселен. Және ол қазақ футболының үлкен пайдасы неге өйткені ұлттық құрамамызда бізде көресіз ғой, қапталдан әуелет пас лақтыра береді. Оны әуедегі допқа бізде шабуылшыларымыз көбінесе енді оны аутқа қарай ұрып жатады, немесе ұра алмай қалады. Иә, ол жағын келсем, ол жағынан да шыңдайтын жерлер әлі көп, бірақ бұған жаңа мен түсіндірмем бар жанкүйерлерге де, саған да, Ернұр. Неге Дастан олай ойнайды? Неге ол баспен көп ойнамайды? Себебі сен Қайрат жастардың ойынын ашып қарашы ютубтағы, обзорым болсын, ойыным болсын толық, былтырғы жылғы ойын ашып қара, олардың ойын стилі басқаша. Олар көбінесе флангтен андай кросс асырып ойнамайды, жерлете береді. Сол себепті олардың шабуылшылары көбінесе жерлете ойнайды. Жаңа бос кеңістікке ашылып, жаңа қарымта шабуылдарда өзін көрсетеді. Сол себепті Дастанда сол академияның продуктысы ғой енді. Сол себепті ол да солай футбол ойнап үйреніп қалған. Сол себепті айтып тұрғанымыз сол ғой, Дастанға мықты кәдімгідей әлем мойындайтын шабуылшы болу үшін жаңа қасиеттер жағынан қосу керек. Айып алаңында жаңа сен айтып тұрған затта сол айып алаңында баспен ойнау, жаңа мен айтқан негеде дүниеге де келеді ол. Жаңа шабуылды бір касаниемен аяқтау, үш қорғаушы мойнын іліп тұрған кезде сол кезде сытылып шығып соққы бағыттау, сол жағынан қосу керек. Дастанға мен қосатынына нық сенімдімін әлі. Бәрі себебі Дастанда барлығы алда. Жалпы осал тұстар айтатын болсам, маған бірінші көзге түсетін осы.
Мгм. Вот. Одан бөлек сосын Дастан ең бір осалтысы звездовать етпейді десең ба? жоқ, ол жоқ, менде ойнап айтамын. қызықты факт айтайын мен сіздерге. Олар жанкүйерлер көп біле бермейді. Мен жаңа Қайраттың бұрынғы қызметкерлерімен, Қайраттың қазіргі қызметкерлерімен әңгімелесем, сол арасында Дастанды сұрап қаламыз. Ана Дастан Челсиға көшеді дегеннен бастап, Дастанның ана Инстаграмдағы дайректі жарылып жатыр дейді. Сосын мен байқадым, өткенде енді мен достарым белгілеп салғысы келді, бірақ оны алып тастап Дастан. Подписчиктер Дастан белгілей алмайтын қылып тастапты. Тек өзі подписка жасаған адамдар, таныс адамдар ғана оны белгілей алады екен. Ол да енді бір жағынан жалпы әлеуметтік желіде көп мән бермеуге, өзін жақсы бір сол ұстаған, мынау айтады ғой, қайтады. Бір фокусын басқаға бұрғысы келмейді. Дұрыс. Және де мен жаңа дайректегі сообщенияларына дейді, жаңағы өзіне 2 жас үлкен қыздар жазады дейді. Оған да Дастан енді берілмей берік болып жүр, молодец, ол жағынан футболды ойлау керек қазіргі кезде. Ана жерде мен болсам бар ғой. Басқа футболшылар болса қуып кетер ме еді? Иә. Бұл енді көп біле бермейтін факттер, демек бұл Дастанның тәрбиесі ғой. Дастанның тәрбиесі, футболға деген жаңағы берілуі. Адал махаббаты ғой енді. Бұл жерде өсейінші, Қазақстан атын шығарайыншы, мен бірінші болайыншы деген енді үлкен талпынысы ғой. Әйтпесе бұған дейін бізде жастар көп болды ғой, жұлдызда жарқыраған, аяғында сөніп қалған. Бірақ Дастанға енді үлкен жолын салды, ары қарай сол үлкен жолды еш кедергісіз керемет өтсе деп ойлаймын. Иә. Тағы бір факт, сен Дастанды жақын жерден көрдің бе? Көрдім ғой, мен негізі Дастаннан алғаш сұхбат алған адаммын ғой, білесіз ба? Солай ма? Алғаш рет Дастаннан сұхбат алғанмын. Былтыр алдың ба, биыл алдың ба? Былтыр алдым мен. Биыл көрдің ба? Биыл көрдім. Биыл барған кезде бірақ қандай болды енді ойлайсың ғой, Дастан енді қанша дегенмен іштей танып тұру мүмкін шығар. Бірақ енді оны да енді аса бір адамдарға энергия құртқысы келмейді ғой. Енді мысалы бұрындары неткен кезде кішкене тұрып сөйлесетіндей болса, қазір енді жанды оққа қарап жүреді, жақындатпайды, ары қарай фотоға сосын тесте түсіп ал деп ше. Негізі, жақыннан көрген кезде қазір енді аса бір реакция танытқысы келмейді. Енді түсініп тұр, тез кетіп қалу керек екен, назарды көп болғысы келмейтіндігін байқаймын. Жоқ, ол сен бұл жерде мен сұрайын тұрған дене бітіміне назар аудардың ба? Енді ойынын көрдің ба? Ол енді былай трансляцияда да көрінеді ғой. Машина ғой. Жоқ, трансляциядан көру ол бір бөлек. Сен қасынан көргенде сен ана 16 жастағы бала андай болу мүмкін деген сенбейсің сен. Бірақ неге ол олай? Себебі мен естуім бойынша ол 14 жасынан бастап жаңа жаттығу залы дейді ғой, сол жақтан шықпайтын көрінеді. Жаңа Қайраттағы балдар айтады, бізде мысалға таңғы жаттығу болады, содан кейін жаңа обед ішеміз, түскі ас ішеміз, түскі астан кейін ұйықтаймыз дейді. Дастан барып залға барып жаттығу жасайды дейді. Бүкіл бос уақыттың бәрін Дастан жаттығу залына арнайды дейді. Содан мен алдында жақыннан көрген кезде мен таң қалдым. Денесі бар. Күшті. Көкірегі бар, аяқтары дамыған. Дене бітімін оны білесің кіммен салыстырды, жақында біреу кіммен салыстырды? Эден Азармен салыстырды. Жалпы бойы тұр ғой, қазір Эден Азар ұқсап тұр ғой негізі. Енді әлі 16-та, ол әлі 20 жастан асқанға дейін бой өседі. Бәрібір де енді ойын жинақтап, мынау бұлшеттер енді қата бастайды ғой. Сол кезде ол тағы да бір Роналду сияқты дәу болады шығар енді. Мен таң қалғаным 16 жасында ондай болуы мүмкін. Бізде просто былай ғалымдар, бапкерлер айтады, жаттығу залына 16-17 жасынан кейін бару керек дейді. Себебі сен өзің денеңе, сүйектеріңе зақым келтіру керек мүмкінсің дейді, дұрыс жасамасаң. Дастан 14 жасынан сол жаттығу залына барып, өзі білгендей 16 жасында ұлттық құрамада дебют жасайтын білгендей ол кәдімгідей дайындалып келіп тұр ғой. Жақсы болып қойған. Андай машинаны көрген кезде сен андай жылдамдықпен жүгіретін болса 34 км/сағат сен қалай тоқтатасың андай машинаны? Рас. Дұрыс па? Ол да енді айтып тұрмын ғой, жаңа заманға сай атлет дейді ғой. Бұл тұрғыда мен оны кішкене кіммен салыстырамын да, Криштиану Роналдумен ұқсастығы бар. Жалпы көбінесе негізі жас футболшылар сол Роналдулардың анау қалай айтады, күнделікті дисциплинасына қызығады, сол сияқты болғысы келеді. Енді Роналду енді аңыз адам ғой, сол тәртіптің арқасында енді сондай деңгейге жетіп отыр. Енді Астандар да соған еліктейді, соған қарап өседі. Түбі енді арты жақсылыққа апарады. Жоқ, болғысы келу ол бір бөлек. Ал болу ол басқаша ғой. Бізде айтамыз ғой, ертең тренировкаға барамын деп. Ертең бір сағат дұрыстаймын, салмағымды лақтырамын, мен дұрыстаймын, денемді дейсің де жүре бересің ғой сен. Рас. Дастан 14 жасынан бұның бәрін жасап жүрген адам, сол себепті тек қана мақтап айтамыз, көз тимесін. Еліміздің атын әлемге шығаратын шабуылшы болсын, еліміз жаңа әлем чемпионатына
құрамамыз шығаратын себепкерлердің бірі болсын деп дастан үшін алып қояйық деп қойса. Туған күнімен Дастан деп қояйық. Айтпақшы, туған күні келесі айда, иә, тамыз айында, 2 айдан кейін, иә. 2 айдан кейін тамыз айының 8-і күні ме? Солай шатаспасам. Туған күні болады, қанша 17-ге толады енді? 17-ге толады. Одан кейін келесі жыл бұйырса Челсиға дайын болып барады деп енді толық сенеміз. Ендеше бұл қарапайым талдаудың алғашқы шығарылымы. Қымбатты достар, ардақты көрермендер, шығарылым ұнаса лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Сіздер енді біздің айтқан пікірлермен келісесіздер ме, келіспейсіздер ме, оны да мынау пікір асты бөлімінде айтып кетсеңіздер болады. Және қарапайым талдауда келесі қай футболшының немесе командалар жайлы ақпараттар, немесе бапкерлер жайлы ақпараттар білгіңіз келсе, астына міндетті түрде жаза кетіңіздер. Біз міндетті түрде оны араға енді жылдам уақыт салып шығаруға тырысамыз. Иә, Дастан туралы тағы да басқа факттар білетін болсақ, біз білмейтін. Жаза кетіңіздер, бізге қызық. Оқимыз, иә, бізде. Оқып, келесі бағдарламада міндетті түрде соны жариялайтын боламыз, сол туралы айтатын боламыз. Ендеше бағдарламаның соңына жеттік. Нұркен аға, рахмет сізге. Өте жақсы статистикалық мәліметтерді, аналитикалық талдау жасадыңыз. Және енді ардақты көрермен, барлығы ұнаса лайк басуды, арнаға жазылуды ұмытпаңыз, біздің еңбекті бағалаңыз. Иә, көрермендердің белсенділігіне байланысты бұл жоба ары қарай қалай өрбитіні соған байланысты болады. Демек, бұл жоба қазір көрермендерге ұнап көңілінен шығып жатса, басқа келесі шығарылымдарда біз басқа футболшыларды талдаймыз дәл осы. Әрине. Ендеше баршаңызға рахмет. Келесі шығарылымдарда кездескенше аман сау болыңыздар.